Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл видеода сіздерге ағзаны шлактан қалай тазартуға болады, сол туралы нақты айтатын боламын. Ең алдымен арнаға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз. Жалпы шын мәнінде сүйікті баспанамызды тазарту біз үшін дағдыға айналған іс десек те болады. Ал ағзаңызды дәл осылай тазалайсыз ба? Дәрігерлер анда-санда ішкі құрылысты тазалап тұрудың қажеттілігі туралы да айтады. Бетіңізді безеу басып бара жатыр ма, әлде аллергия мазаңызды алып жүр ме? Проблеманы ішкі құрылысыңыздан іздегеніңіз жөн. Сонымен ағзаны қалай тазалау қажет? Біріншіден, күніне міндетті түрде 1,5-2 литр су ішу керек. Әсіресе майлы тамақты жегеннен кейін міндетті түрде көк шай немесе фитошайларды ішуді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Және де жемістер мен көкөністерді де жақсылап жуып жеуді әдетке айналдырып отырыңыз. Алайда сақтық шараларында ұмытпағаныңыз абзал. Мысалы, қан қысымы төмен кісілерге көк шайды көп ішуге болмайды. Екіншіден, кәдімгі белсендірілген көмірді аш қарынға 1 стакан газдалмаған минералды сумен 1 аптадай ішіп жүріңіз. 1 таблетка 10 килограмм үшін. Мысалы, салмағыңыз 50 килограмм болса, сіз 5 таблетканы бірден ішесіз. Таңғы асты 1-2 сағат өткен соң ғана ішуіңізге болады. Бұл күндері майлы тағамдардан да бас тартқаныңыз абзал. Үшіншіден, дәстүрлі әрекет, яғни ата-анамызға ұнайтын әдет ол жатарда айран немесе қатық ішу. Оны жалпы диетологтар да мақұлдайды. Айран денесі ісініп кететін, сондай-ақ қан қысымы жоғары адамдарға да өте пайдалы. Төртіншіден, хош иісті ваннаны жиі қабылдаңыз, яғни ол терідегі жиналған зиянды токсиндерді шығарып тазалауға өте жақсы көмектеседі. Бесіншіден, моншаға да жиі барып тұрғаныңыз абзал. Ыстық булы моншада терлеу арқылы ағзаңыздағы зиянды нәрселерден арыласыз. Егер адам дұрыс өмір салтын ұстанбаса, яғни алкоголь ішіп, темекі шегіп және дұрыс тамақтанбаса да оның денсаулығы нашарлайтыны айдай анық. Сондай-ақ дұрыс өмір сүру салтында ұстанып, уақытылы ағзаны зиянды токсиндерден тазалап тұру маңызды. Ағзаны зиянды токсиндерден тазалауға күнделікті тұтынып жүрген көк шайдың тигізер пайдасы көп. Күніне 1 литр көк шай ішуді әдетке айналдырғаныңыз абзал. Бірақ есіңізде болсын, көк шайға мүлдем қант қосуға болмайды. Өйткені қант оның бойындағы барша пайдалы заттарды жойып жібереді. Көк шайды ішу арқылы сіз тек қана ағзаңызды ғана тазалап қана қоймай, сонымен бірге арықтай бастайсыз. Әрі көк шай тырнақтың, шаштың және терінің жағдайына да оң әсерін тигізеді. Сол үшін көк шайды уақытылы ішіп тұруды ұмытпаған жөн. Тек көк шайды әркез ыстық немесе жылы күйде ішіңіз. Өйткені суыған көк шайдың құрамындағы пайдалы заттары өліп қалады. Сонымен қатар кейбір сүт өнімдері де ағзаны зиянды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Мысалы, айран, йогурт және кәдімгі сүт. Егер адам ағзасын толығымен тазалап, әрі арықтауды жоспарлаған болса, онда бірнеше апта бойы тек сүт диетасына отырған дұрыс. Мұндай диета ағзаға көп пайдасын тигізеді, әрі бұл емнен соң адам өзін керемет сезіне бастайды. Және де қызылша да адам ағзасын тазалауға әрі арықтауға көмектеседі. Оны кез келген түрде жеуге болады, яғни қайнатылған, шейкілей, пісірілген немесе бұқтырылған түрде жей беруге де болады. Әрі қызылша шырынының күніне 1 стақанын ішіп отырсаңыз, міндетті түрде оның нәтижесін көре аласыз. Қызылшадан бөлек қырыққабат, сәбіз, алма және болгар бұрышы да ағзаны тазалауға көмектеседі. Бұл көкөністерді денсаулыққа пайдалы болу үшін диетаға қосып жеуге де болады. Сонымен қатар сұлы да ағзаны тазартуға жақсы көмектеседі. Сұлыдан пайдалы жарманы жеуді күнделікті таңертеңгі асқа пайдаланғаныңыз абзал. Егер ақпарат пайдалы болған болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырып кетіңіз.
Денсаулық зор байлық демекші, ең бірінші байлығымыз денсаулығымызды күтіп, ағзамызды түрлі токсиндер мен шлактардан тазартып жүруді әдетке айналдырайық.